Қайырлы күн, достар! Бүгін сіздермен бірге қызықты тақырыпты талқылаймыз. Дайынсыздар ма? Мен болашақ мамандық туралы қызықты ақпаратпен бөлісетін боламын. Климат инженері деген кім? Ол климатты зерттеп басқаратын маман. Климат инженері немен айналысады? Климат инженері тек зерттеуші емес, табиғатқа нақты әсер ететін шешімдер жасайтын маман. Біз атмосферадағы көмірқышқыл газын қысқартуға бағытталған технологияларды ойлап табамыз. Мысалы, көмірді ұстау қондырғылары немесе күн сәулесін шағылыстыратын ұсақ бөлшектер арқылы бұлт түзу. Климат инженері ретінде басты мақсатым табиғат пен адамдарды бірге қорғау. Жел мен күн энергиясын тиімді пайдаланып, көміртек шығарындыларын азайтамыз. Деректер арқылы ауа мен топырақтың ахуалын дәл бақылап отырамыз. Болашақта мен климат инженері болғым келеді. Бұл мамандық жаңартылатын энергияны дамытып, климаттық модельдерді құрастырып, табиғатты қорғауға бағытталған шешімдер әзірлейді. Біз деректерді талдаймыз, жел мен күн станцияларын жобалаймыз. Климат инженері ретінде күн сайын ауа райы мен адам өмірі арасындағы көпір іспетті жүйелермен жұмыс істеймін. Бұл мамандық туралы бірнеше қызық дерек бар. Біз мәліметті әлем бойынша 300 мыңнан аса датчиктен жинаймыз, тіпті мұхиттағы қалқымалы бұйлардан да. Бұл модель атмосферадағы өзгерісті көрсеткен, мұнда әрекет қажет. Бұл 2040 жылға арналған модель. Мұнда орташа температураның 1-3 градусқа өсетіні көрсетілген. Егер осы аймақтарға жел станцияларын және күн фермаларын қосатын болсақ, шығарындыларды 40%-ға дейін азайта аламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Арманыңызды мамандыққа айналдырыңыз.